Не деген арамыздар жоқ, тұрған нәрсе орнына тұру керек. Міне нәски. Әр жерге тастап кете береді. Пицца кетікті. Ақысымен, айсуда. Камераны қош, ақылға тәжірсек бар. Айтмас? Ақшасын қазір. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің үйде жаңа жылдық көңіл-күй басталды. Біз жақын арада Дубайға кетейін деп жатырмыз. Соған қазір дайындықты бастап кеттік уже. Ахуан абонаты қара бастық Дубайға кетіп барады. Ахуандан бітпіштің мұса. Қашан кетіп саған? Бүткіл атын жаттап алғансыз солар. Осы ұтқанда еш татаңда білмейсің ғой. Маскың қайда? Не маскың? Кетпе шығайын. Шықшайшы. Ан жақтың есігін құрттың сен білесің бе? Ан жақтан шыға алмайсың адам. Бастық маған қара. Көрсетпеш дедім ғой саған. Қалай кені? Тұрмайсың ба ұйқыдан? Мұраттарың сендер. О, Ахон, брат, суретке түсіп алға ма? Давай, кет. Что за мистер түсін ажыр? Брат, айтпақшы, пиццаның ақшасын төлеп жүрсің бе? Маған адам берді, тұрың. Алиш! Алиш, кеш, төлеш мұнан. Ақшасын. О, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, брат, төлеп жүрсің. Сіздерге банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма? Бізде перевод. Перевод? Мыналардың бағасынан басың айналады ғой? Алише, басың істей ма, келіп жетсің ма? Менің басым саған тауықтың жұмыртқасымен көрінген жерден тауып алатын. Төлейсіңдер ма, төлемейсіңдер ма? Что-то мен, дайынсыңдар ма? Дубайға ұшатын болдық па? Барлығы нормально, короче. Сағат 8-ге Дубайға билет алып қойдым. Сендер өз билет алып тастадыңдар ма не? Мен әлі дайын емеспін ғой. Мен онда барып қазір билетімді алып алайын. Сендерден бұрын жетіп алып, сосын мен сендерді сол жақтан күтіп алармын. Дубайдан алғамыз. Лучше осында үйде қалып, жаңа жылға дерсік контент жасамаймыз үйге. Жігіттер, қыздар, менің сендерге барған бір жаңалығым бар. Қазір естіген кезде шок боласыңдар ғой. Тыныштық па, дарын не болды? Қысқасы, бағана мен бір Аделя деген қызбен кездестім. Екеуміз алдында Инстаграммен танысқанбыз. Бірақ ол маған бірінші подписаться етті. Бүйтіп жатыр. Сен что там? Короче, Аделя маған по секрету бір нәрсе айтады. Оның Жанель деген сестренкасы бар екен. Жанель 11-ші класста оқиды екен. Кстати, осы жылы карантин болғандықтан олар енді онлайн тапсырады екен. Фу, дарын, сосын? Иә, сол Жанельдің Қадырбек деген жігіті бар. Қадырбек бургерінде официант болып істейді. Кеше ол как обычно жұмыста отырса, жанына бір екі бандитке ұқсайтын жігіт келіп отырады. Екеуі бір бургер и картошка фри. Тез әкеш деп айтады. Фрида сырын соуспен заказ береді ғой. Бірақ та маған лично сырын соус ұнамайды. Фриді кетчуппен жеген күшті ғой. Қойып кетті жігіттер. Сол Қадырбек жаңағы бургерді апаруға барады бір екі жігіттің жанына. Сөйтсе, олар біздің стористерімізді көріп отырады екен. Басеке, менде бір мықты идея бар. Қандай? Ана блогерлер бар ғой, жаңа жыл тойлауға Дубайға кетіп барады екен. Дубайға. Соны пайдаланып үйін тонап кетейік.
мә қойшы сонда біздің үйді шынымен тонауға келе жатыр ма не? Иә, сонда бірінші жігіт айтыпты. Онда бүйтеміз. Ертең тексеріп үйлеріне барамыз. Олар натуре Дубайға кете ма кетпей ма соны тексереміз. Кететін болса, шапыдақ қылып алу. Салам алейкум, сақчан. Бәрін бар ғой, сен айтқан натуре шын болса бар ғой. Ол прямка естен келіп біз тексереді ғой осы жерде. натуре Дубайға кетіп қалдым. Мына сол ұрылар келген сияқты. Не істейміз де? Мүмкін полиция шақырамыз, а? Так, менде бір идея бар. Бастық, ема біз кімбіз вообще? Сосын газетті ше. Кім деп айтамыз? Полиция деп айтасыз, полиция. Полиция ұқсап тұрсың, киімге қара, тауыңа қара. Баш. Полиция ұқсап тұрсың ба? Иә. Здравствуйте. Аға лейтенант Нұрболат Қанаев. Бұл үйге ориентировка түсті. түсінбедім. Мән жерінде ақ қойыңдар, ол антисептик бас болып қалды. Біз үйлеріңізге келіп едік, жаңа жылдың несіне орай, қарсаңына орай антисептик сеу, дезинфекциялап жүрсе бола ма? Рұқсат па? Все хорошо, кіріңіздер. Так, балдар, бізге дезинфектор қонағымыз келіп қал. Аспасын, елдері күшті екен. Ана, не, жаңа жылды осында күтейін алсыңдар ба? Қазір олар біздің үйге тексеріп келеді. Сол кезде біз Дубайға кетеміз деп айтамыз. Қойшы, олар бандиттар ғой. Одан да полиция шақыра салайықшы. Иә, олар біз тонайын деп келіп тұр. Не үшін біз Дубайға кетеміз деп айтамыз? Ту, просто маған сеніңдерші. Оларға беспалеу айтуымыз керек, чтобы олар подозрение ұстамаушы. Дубайға барамыз. Иә, бүгін біз Дубайға барамыз. Үйде бағалы зат, анау-мынау алтындар, қайнап тұр. А что назад не үшін? Коронавирус ұстаған. Қалай табадың? Вирус ұстаған. Басына корона солса. Сіз мына жерден көрсін. Ал мынау біздің бөлме. Кешірерсіз. Ана, алтын бағалы заттар, сейфтарға жерде тұрады. Именно вирустар сол жерде тұрады. Сондай жерде тұра ма? Міне, біздің алтынның барлығы осы жақта сақталған. Жүріңдер көрсем. Міне, біздің ең қымбат нәрселеріміздің бәрі осы жақта сақталған. Кіріп өрсек болады ғой? Кіріп жасай берсеңіздер болады. Болды ма, осы ма тек? Біз ана вирус барлық жерлерге жасамыз тек болды. Все, рахмет, вирустар жоқ екен. Ешкімде. Жақсы, сау болыңдар, амандықта. Все? Давайте. Все, келіп тұрамыз. Что, вирус жоқ? Ема? Нормально. Короче, біз Бүгін Дубайда отмена жасаймыз. Біз осында қалып, үйімізді сақтап қалуымыз керек. Ол ұрылар үйге кірген кезде біз оларға ловушка жасаймыз. Один домада кино сияқты бар ғой, солар сияқты ловушка жасаймыз да, оларды ұстап, видеоға түсіріп, ютубқа салып жібереміз да, болды. Рек тренд біздікі.
бастық тәтіл жирная добыча. Осы үйді тонасақ, бір жыл бойы демалып Бриллиантовый аяқ киім бар дейді. Сосын Луи Виттон, Гуччидің аяқ киімдері бар. Гуччи, бұл баққа не істейміз? Не істейміз? Ақымақ. Отпечаток пальцев сөнесіз. Сау қоймады. Бүйтіп жүру керек қой, бүйтіп. Түсінбей? Яуа, бастық сен кәдімгідей өмейсің ау кәдімгідей. Мананы киіндір. Біз байымыз. Жетті ай. Көтер ана. Бір балға үй болмай өзің құлап қалып жүрме! Айттым ғой, осы ловушканы қойғаныңыз дұрыс болды. Мына жерде екеуі қазір бөлінді. Бағдәулетке айт, дымаушканы тастай берсін. Бағдәулет, дымаушкаға тастай берші. Ойбай жаным, мама. Доказа жармай. Апашкин аяқ киімі жүр ғой. Tangırım! Keşire doğru yine Tangırım! Tangırım keşir beni. Bir gittim vasıfta. Tangırım! Ben uslayım.
Устройство сохранения. Қай жаққа барам? Şimdi yaklaşık
Не? Ақон бауырым, Ақон. Кешірші, мына күтім мені тастап өтетін. Мен сендер сыйлайым, брат. Өтіріш. Брат, өтіріш. Брат, жалынбайыш. Жалынбайыш. Ақон, мен сені қараймын, Ақон. Мен сені историяңды үзбей қараймын. Сенің де бәріңді. Өтінем, полицияға айтпай Ақон. Айтыңдар полицияға! Айтпасын! Ақон, өтінем, пожалуйста, Ақон. Жігіттер, ұрлық түбі қорлық, білесіңдер. Ал қазір біз полиция шақырамыз. Жоқ, Ақон, екі мысығым бар, Аяш, екі мысығымды. Екі мысығыңа да, басқасына да. Ақон! Өтініш, Сағат уже ровно 12 болды. Жаңа жыл уже. 12? Иә. Жаңа жыл кеп қалды, жігіттер. Істейміз. Кешіреміз, а? Кешірейік. Онда бұларға сыйлықтарымызды берейік. Сыйлықтар керек емес. Мынау сендерге жаңа жылға сыйлықтар. Мына мысығыңа. Бастық. Жіберіп ол бастық. Ал енді біз сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз! Қызыққан болса егер қабылда көңіліңнен шыққаныз кішкене шыда жаңа өмір қалай жүріп сұрап былай арманыңа жетесің сені білсең солай уайымдама досым жаңа өмір алда осылай көңіл күй қалай құпия болған бұл жағдай сезім оның оп-оңай әдемі күндер еске жыл Бастық, күшті видеоға түстік, еще бізге сыйлықтай берді. Кәдімгі күшті болып кетті. Айтпа маған ешқандай сыйлық. Ешқандай сыйлық. Керек емес па, түсінесің ба? Бізге не істегендерін білесің ба сен? Біз олардан кек алмай қоймаймыз, түсіндің ба?